Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ерекше үлгідегі әрі кокос үлпектері қосылған сүзбелі печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл печеньелер сіздерді өзінің дәмділігімен, сондай жұмсақтығымен таңғалдырып қана қоймай, ерекше түрімен де өзіне ғашық етері сөзсіз. Сондықтан міндетті түрде рецепті соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен біз сүзбеге бөлме температурасындағы сары май, қант, ванильді қантты қосып, шанышқы көмегімен біркелкі болғанша езгілеп араластырамыз. Печеньеге қажетті барлық қоспалар мөлшерімен әдеттегідей видео астындағы сипаттамада жазылған. Ал кейін қопсытқыш пен ұнды біртіндеп електен өткізіп қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр дайын, ол осындай жұмсақ болып шығуы тиіс. Оны целлофанмен жауып, тоңазытқышқа шамамен жарты сағатқа қоямыз. Кейін қамырды алып, ыңғайлы болу үшін екі бөлікке бөліп аламыз. Оқтаудың көмегімен 2-3 мм қалыңдықта тіктөртбұрышты формада жазып, жан-жағын түзулеп кесеміз. Үстіне қант және кокос үлпектерін сеуіп, енінің көлемі 3-4 см жолақшалар кесіп, печенье ораймыз. Дайын печеньелерді пергамент қағазы төселген формаға салып, екінші қамырмен де дәл солай қайталаймыз. Менде осы қамырдан тура 20 дана печенье шықты. Оларды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30 минут қызарғанша пісіреміз. Дайын печеньелердің үстіне қант ұнтағын сеуіп, үстелге ұсына берулеріңізге болады. Бұл сүзбелі печеньелер іші толықтай піседі, әрі өте жұмсақ болып шығады. Қалауларыңыз бойынша көлемін кішірейте аласыздар. Міне бүгінгі менің ұсынған сүзбелі печеньелер дәл осылай оңай дайындалады, әрі жақындарыңызға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, әрі ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Алдағы ерекше рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.
сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.